Қайырлы күн, қалдарыңыз қалай, амансыздар ма? Бүгін жаңа жер қазайын деп жатырмын. Бұйыртса септик деген нәрсені өз үйімдікін қоя тұрып, мына үйдікін қызамыз дей ма? 5 метр, сосын былай нәрсе шеңбер қылып, оңғалақ 2 метрге дейін қазам деп жатырмын. Бұйыртса әдемі жұмысқа кеттік. Сесат Ерлан Ақатаев ұстазымыздың сыйра дәрісін қосып қоямын қазір. Қайда кетіп қалды? Қосылмай жатыр. Интернет нашар. ютубқа шыға алмадым. Қостық. Не болып отыр да? Анвар деген жаңағы әйелдің несінде болады. Ол кісіде ол кісінің темір ұстасы қызметін жасайды. Үлкен темір ұстасы болады. Ол кісі сол ұста арқылы жұмыс жасап жатады. Хаббаб ибн арттың өзі мысалы жаңағы пайғамбарымыздың Құранды алуы, дәлме-дәл жеткізуі, үйретуі, жауапкершілікке деген нәрселер. Сондай адамдарды алады. Оны айтып отқан себебіміз өйткені тарихтағы көбіне сақталып қалған нәрсесі. Хаббаб ибн арт пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның жаңағы Дарул Арқамда Құранды алып түсініп алғаннан кейін ақыры Меккенің ішіне барады да бағанағы Саид ибн Язид дедік қой, Омар радиаллаху анхудың күйеу баласы. Саид ибн Язид пен әйелі Фатима екеуі күтіп отырады. Тағы қасындағы көрші бір-екі кісі келе қояды қастарына. Солар келе қойған кезде ол келеді, бүгін мынандай аяттар түсті дейді. Бүгін Аллах елшісіне мынандай аяттар түсті деп аяттарды оқып, яғни әрқайсысы жаңадан түсіп жатқан аяттардан не алып жатыр? Ақпарат алып жатыр. Күніге ешбір сахаба махрұм қалмайды. Әйел, еркек ешқайсысы махрұм қалмайды. Хаббаб ибн арт осылай үйретеді де, сосын ақырын келіп қалады. Сөйтіп жазалатындар теріге жазып жатады, сүйекке жазып жатады Құранды. Пайғамбарымыз бұйырады, жазыңдар деп. Сонымен олар жаза бастайды. Теріге де жазады, сүйекке де жазады. Әртүрлі жаңа нелермен барлық нәрселер, білім келді. Білім оқылып жатыр, жазылып жатыр. Кеше қаламмен деді ғой, естеріңізде ғой. Оны бекер айтқан жоқ Алла Тағала. Және ең әуелі зиялыларды кіргізді. Түсіндіңіз ба? Солар келді де пайғамбарымыздың Құран оқылады, жазып отыр. Оқиды. Кейбіреулері жаңа жаттап алады. Ауыздан ауызға жаттап алу деген нәрселер мысалы. Осындай жағдайлар болып жатады. Дарул Арқамда осы тәлім тәрбие жүріп жатады міне. Бұл негізінде шындап келген кезде Дарул Арқам, құрметті жамағат, ол үлкен медресе еді. Жердің бетіндегі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ұстазы пайғамбарымыздың өзі болған. Тәлім тәрбиешісі пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның өзі болған үлкен медресе еді бұл. Ал-Арқам ибн Арқам деген ол шындап келген кезде ақиқат сондай лайықты деңгейде үйретіліп, лайықты деңгейде имани, ислами тәрбие берілгендіктен ол университет деген нәрседен де кем емес бүгінгі атаулар. Ол шын мәнінде еркектерді тәрбиелеп жатқан жер еді. Сондықтан Алла Тағала Дарул Арқамда бұл кісілерге бірінші қойған нәрсесі сол кездерде Фатиха сүресінің түскен уақыты болады. Бұл 3 жыл уақыт аралық қой. 3 жыл уақыт аралық, 3 жылдың ішіндегі жағдайлар айтылып жатыр да, шама келгенше. Фатиха сүресі түседі. Фатиха сүресі өзі баршамызге белгілі, өзіміз намазда оқып жүрген сүре, мысалы, Фатиха сүресі түсті. Ең бірінші соны ол сүрені сол сахабалар естіген еді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан. Сөйтіп Фатиха сүресі Альхамдулиллахи роббил аламин деген жаңағы сүрені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сондай нәрсені айтады. Хойру зикри ла иляха иллаллах. Зікірлердің ең қайырлысы ла иляха иллаллах үйретіп жатқан нәрсесі сахабаларға. Ва хойру дуғаи альхамдулиллах. Сахих хадисінде келген, және дұғалардың ең қайырлысы альхамдулиллах дейді. Яғни Фатиханы ауыздарынан түспейтін болсын дегенге келтіріп отыр. Дұғалардың ең қайырлысы. Содан бұл сүрені біз Фатиха десек, Алла Тағала бұл сүрені намаз деп атаған екен.
Алла Тағаланың өзі пайғамбарымызға үйреткен, білдірткен әл-хадис әл-құдсиде намаз деп атады Фатиха сүресін. Қараңыздар. Сол себептен ол намаздан ажырамайтын сүре болып қалды бізде. Көрдіңіздер ме? Сонда хадис әл-құдсиге назар аударатын болсақ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: «Қол Аллаху азза ва джалла, Аллах Тағала маған айтты, білдірді» дейді. «Инни қасамту салата байни ва байна абди нисфайни, фа нисфуха ли ва нисфуха ли абди». Расында мен намазды дейді. Фатиха сүресін намаз деп жатыр. Фатиха сүресі деп жатқан жоқ Алла Тағала. Расында мен намазды өзім мен құлымның арасына тең екіге бөлдім дейді. Қараңыздар. Фанфухали, оның тең жартысы менікі дейді. Алла Тағала өзіне алып отыр. Ванисфухали абди, оның жартысы құлым үшін дейді. Енді қараңыздар. Мысалы сіз намаз оқып тұрсыз. Намазда тұрған кезде Алхамдулиллахи Rabbil аламин дедіңіз мысалы. Фаиза қола әл-ғабду Алхамдулиллахи Rabbil аламин. Құл егерде Алхамдулиллахи Rabbil аламин деп айтса дейді, қола Аллаху, Аллах Тағала айтады дейді. Қараңыздар. Хамидани абди, құлым мені мақтады ғой деп. Қараңыз, бұның сыры қандай болып отыр бұл Фатиханың. Біз кейде асып, жаңағыдай бір нетіп кетсек, өзіміз Алламен мінәжатымызды де жаңағыдай бір дұрыс түсінбеген адам сияқты болып жүреміз. Негізінде бұл мінәжат. Міндетті түрде қараңыздар. Құл Алхамдулиллахи Rabbil аламин деген кезде Аллах Тағала айтады дейді. Хамидани абди, құлым мені мақтады ғой деп. Фаиза қол әл-ғабду ар-рахману рахим, құл ар-рахманир рахим деген кезде қол Аллаху, Алла Тағала айтады дейді. Әсна алайя абди, құлым мені дәріптеді ғой деп. Қараңыз. Фаиза қол әл-ғабду малики яумиддин, құл малики яумиддин, сот күнінің иесі мағынасы. Есеп күнінің иесі деген кезде Алла Тағала айтады дейді. Мәджадани абди, құлымдан құмды көтерді ғой деп. Қараңыздар. Біліп тұр екен ғой менің ертең есеп алатынымды деген нәрселер жатыр. Ва фаувада илайя абди деп қосайды дейді. Құлым өзін маған тапсырып отыр екен ғой деп. Бұл намаз деген нәрсе, құрметті жамағат, өз алдына бір үлкен нәрсе де бұл Фатиха сүресінің өзі. Сонда құл осы жерге дейін Алла Тағаланың хақылары айтылып кетіп, сосын ияка нағбуду ва ияка настағин. Құл ияка нағбуду, саған ғана құлшылық қыламыз, және сенен ғана жәрдем тілейміз деген кезде намаздың ортасы осы дейді екен Алла Тағала. Хаза байни ва байна абди, осы құлым мен менің арама бөлінген нәрсе. Ияка нағбуду, саған ғана құлшылық қыламыз. Алхамдулиллахи Rabbil аламин, ар-рахману рахим, малики яумиддин, ияка нағбуду, менің хақым дейді. Алла Тағала айтып отыр. Менің хақымды берді дейді құл. Қиямда тұрды да берді дейді менің хақымды. Жеткілікті дәрежеде. Сосын ва ияка настағин кезде құлымның хақысы басталды дейді. Және сенен ғана жәрдем тілейміз деген нәрсе. Біздің мұқтаждығымыз кетті. Сенен ғана жәрдем тілейміз. Сол тілегенде дейді, мысалы адамның осы дүниеде, құрметті жамағат, тілейтін нәрсесі көп қой Алла Тағаласынан. Алла Тағаладан мысалы тілейтін нәрсе өте көп та. Бірақ сол тілектердің ішіндегі ең маңыздысы қайсы десеңіз, ең маңыздысы, сол маңыздысын ғана салды да Фатиханың ішіне. Ол қандай дегенде, ихдина сиратал мустақим, бізді тура жолмен жүргізші. Сіз тура жолға түсірді Тағала, бірақ сіз адасып кетем ба деп қорқасыз да. Көрдіңіз бе? Адасып кетем ба деп қорқасыз. Ертең бір мансаппен алданғанда жоғалып кетеміз мүмкін. Көрдіңіз бе? Байлық келіп қалса, мүмкін намаз жайына қалып кете ма? Тағы бірдеңелер келсе, сынақтар келсе, көтере алмай қоя сала ма? Әртүрлі нәрселер. Сондықтан қараңыз, қай нәрсені қойды да намазға? Бізді тура жолмен жүргізші, бізді тура жолға бекітші.
бізді тура жолмен жүргізші, танығаннан кейін адасып кетпейікші деген. Мысалы недегі Али Имран сүресінің 1-ші бетінде соңғы жағында мынандай дұға бар: Роббана ла тузигh қулубана бағда из хадайтана ва хаб лана мин ладунка рахма иннака антал ваххаб. Раббымыз бізді тура жолға салғаннан кейін жүрегімізді ауытқытып жібермеші. Басқа нәрселер кетіп қалмасыншы біздің жүрегіміз. Және өз қасыңнан бізге рахымыңды сыйлашы. Рахымыңды сыйлашы деген сөз өміріміздің соңына дейін адаспайтындай қамқорлығың алшы деген сөз бізді. Адасып кетпейтіндей қамқорлығың алшы. Сен шын мәнінде берегенсің ғой деп жатыр да. Иннака антал ваххаб. Сен сыйлаушысың ғой, берегенсің ғой деген нәрсе. Міне осы Фатиха сүресінде қараңыз, сенен ғана жәрдем тілейміз дедік. Сосын бізді тура жолмен жүргізші. Меккелік кезеңде сол кезде түскен нәрсені қараңыздар, бірден мұсылмандардың санасына салып берді. Ол тура жол деген не? Мысалы қауымға қарасаң, бәрі тура жолда жүрміз деп, әркім өзінікін тура жолға отыр деген нәрсе болады. Христиан, насаралар болады, мысалы айтайық, иудейлер болады, буддистер, әрқайсысы өз алдында бірдеңкені ұстап, адам ойлап қалуы мүмкін. Тура жолдар көп, біз соның біреуіміз ба деп та. Сондықтан осыны меккелік кезеңде атаған істеді. Ихдина сиротал мустақим, бізді тура жолмен жүргіз. Қандай тура жол? Сиротал лазина ан'амта алейхим. Сен тура жол нығметіне бөлегендердің жолына. Ол кімдер? Және кімдер бұлардан емес? Ғойрил мағдуби алейхим. Ана ашуға ұшырағандар олардан емес дейді. Ашуға ұшырағандардың жолына емес, иудейлерді айтып жатыр. Валаддоллин. Сондай-ақ насаралар мен артына ерілген күллі дін атауының барлығы. Және адасқандардың емес. Көрдіңіз ба? Қалай Фатихаға күллі мақсатты жинап берді. Одан кейін осы Құранның барлығы, құрметті жамағат, күллі Құран сол Фатиханың мазмұнына тарқап кетеді ғой. Бір аяттар келеді, Алхамдулиллахның ішіне кіріп кетеді. Анау мазмұн сияқты. Сіз ба? Біреулер Малики Яумиддиннің ішіне кетеді, қиямет тілгісі. Иудейлер мен насаралар туралы айтылған аяттардың барлығына Бақара, Мәида, Нисада толып тұр мысалы. Күллісі кетеді, жаңа соңғы аят ішіне кіріп кетеді. Неге олар ашуға ұшыраған, неге олар адасқан? Бәрін баяндап берді. Не сахабаларға алдына көз алдарына көрсетіп берді. Тура жол деген не ол? Сөйтіп бұл Фатихаға ғашық болды сахабалар. Алла тағала жаңағы сен соны айтқан кезде былай деп айтады ғой деген нәрсе жүректерін ертіп жіберді. Ол көрдіңіз ба? Олар ажырамады бұдан. Олар күндіз-түні жүрсе де осыны оқиды. Таңғы намаз оларға жаңа беріліп қойылды, сыйлық берілді. Ақша екінді уақытында бір намаз берілді. Осы екі намазда олар осыны оқиды. Олардың жүректері нұр. Өзіңіз ойлаңыз. Мына Фатиха беріп атқан ләззат еш нәрсе бере алмай жатыр оларға. Бұндай нәрсе болмаған өмірлерінде. Ана мінәжат деген нәрсе өте үлкен нәрсе ғой. Кімде-кім Хасан аль-Басри айтқандай, кімде-кім Раббысымен сөйлескісі келсе дейді, онда Аллаху акбар деп намазға кіріп кетсін дейді. Алла тағаласымен сөйлесіп жатыр дейді. Ал кімде-кім Алланың онымен сөйлескенін дейді, онда Құранды ашасасын оқи берсін дейді. Алла тағала онымен сөйлесіп жатыр дегендей. Міне, намаз осы екі қайырдың екеуін де қамтығанда, намазда сіз Аллаху акбар деп кіріп кетіп, Алла тағаланың алдында тұрып, жаңағы құлшылығыңызды жасайсыз, және Құран оқылады. Алла тағала сізбен сөйлеседі деген нәрсе. Алла тағала осылайша оларды өзіне деген жүректерін бұрды ғой, құрметті жамағат. Көп ұзамай бірінен соң бірі аяттар түсіп жатты. Дарул Арқамда пайғамбарымыз салсам күллі нәрселерді аяттар түседі. Әрбір аят оларға керек нәрселерді. Келген кезде сұраққа жауап беру деген нәрсе емес. Уже көкірегінде бір сұрақтармен келсе, түсетін аяттар оларға жауап беріп атты ғой сұрақтарына. Міне, жаңағы Дарул Арқамға былай кірген адам, шыққан кезде мүлде басқа адам, өзіңіз ойлаңыз ол. Оны жерге дүниелік болып кірген адам, ақыреттік болып шығады. Ол жаққа өсекші болып кірген адам, ол ешқашан өсіп етпейтін болып шығады. Ол басқа нәрсе, құрметті жамағат. Ана пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның бұл тәрбиеленуіне әсер еткен нәрсе, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның тұлғасы. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам отыр Аллахтың алдында. Ол сөйлей бермейді. Ол Құранды ғана сөйлейді. Сосын өзіне білдірілген жаңағы хадистерді сөйлейді. Оның жүріс-тұрысына қарайды олар. Әрбір нәрсесі оларға, оның бүтіндей тұлғасы мектеп болды да. Қалай отырады, отырғанда қалай сөйлейді, қалай күледі.
міне сахабалардың көздері пайғамбарымызға қарауда, өйткені бұл Алланың тәрбиесіндегі адам, бұл Алла тағала таңдаған адам. Қарас, күллі ақыретке дейін адамзат пен жынға оның көзіне қарайды, қалай пайғамбарымыз күледі, бірдеңке жақтырмай қалса түрі қалай, эмоциясы бәрін алып жатыр. Олар сол нәрсені қайталағысы келеді. Шыққан кезде үйіне барып әйелінің алдында сондай болғысы келеді, ол балаларының алдында сондай болғысы келеді. Қара нұр деген нәрсе қалай болып жатыр да, ол пайғамбар жай адам емес қой. Оның орнынан тұрған кездегі шаруалары, оны дәрет алып отқан кездері, жаңа таудағы жартастарға барып тығылған кезде дәрет алып отқан кезі, оның зікір айтып отқан, еріннің қимылдап отқан уақыттары, соны бүйтіп естуге тырысып, жаңа кеше сахабалар Ибн Аббас айтқандай, мен естіп қалдым дейді бір жиында пайғамбарымыз Роббиғфирли ва туба алейя иннага анта тауабур рахим, Раббым мені кешірші және маған тәубе нәсіп етші, сен тәубелерді қабыл етуші кешірімсің ғой деп 100 рет айтқан естідім дейді бір жиында. Соны естіп отыр, соны естіп қояды. Ол сөйлемеген кезде сөйлемейді ешкім. Олар толық Алланың елшісі деген нәрсе өзінің лайықты дәрежесінде істеді ғой, түсінесіз бе? Егер ол сөйлемей ме, онда біледі неге сөйлемей отқанын. Уахимен бір сахаба келіп сұрақ қоя ма, Алла тағаладан уахи түседі, жауап береді. Уахи түспей жауап бермейді. Уахи түскен кезде әлгі адам қайда дейді. Кеше айттық қой біз, ол Алланікі, уахидікі ол. Ол көңілін еріп, ойбана ренжіп қала ма екен деп ана жаққа озырып бір фатуа бере салмайды. Осыны үйретті олар. Сұрайды, уахи келсе жауап берілді. Сұрады бір адам келіп, жауап келмей жатыр. Өзі кеше ол мектептен өткен уахи үзілісі деген, есіңізде ме? Енді сахабаларды үйретеді. Сахабаларға да үйретеді. Мен жауап бермеймін уахи келмегенше. Сахабалар сабырлықты үйренеді. Сосын шақырып кезде әлгі кісі қайда деген кезде жүгіріп барып, сонда өзіңіз ойлана жүгіріп барып, жаңа сұрақ берілгенде де өзіңіз қайдан келді ол сұрақ? Ана сахаба мен Раббысы сөйлесіп жатыр ғой. Қандай жағдайлар болғанда. Алла Тағала өзінің елшісі арқылы сахабалармен сөйлесіп жатыр ғой негізінде Құранда. Өзіңіз ойлаңыз, қандай жағдай болып жатыр Дарул Арқамның ішінде, өзіңіз ойлаңыз. Соларға айтылып жатқан нәрсе. Ақылдарын оятады мысалы. Сондай аяттар түсіп жатады. Афала янзуруна илал ибили кайфа хулиқат. Олар қарамай ма түйенің қалай жаралғанына. Сахабалардың көз алдында түйе кетіп барады. Қалай жаралғанына, аспан қалай көтерілген, жер қалай төселген, аяттардың өздері сондай келеді. Аллаға деген осы ұғым, құрметті жамаат, ең бірінші пайғамбарымыз саллаллаху Дарул Арқамда сөйлеген нәрсесі, ол Аллаға деген иман деген тақырыптың өзін соларға лайықтап ашты. Кезінде сахабалар айтқандай, тағалламнал имана әуелен. Ең әуелі біз иманды үйрендік дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху өзіне түсірген кезде айтты: «Ваказалика аухайна илейка рухан мин амрина». Осылайша біз саған өз әмірімізден рухты уахи еттік дейді, Құранды рух дейді. Адамның бойында жан бар, рух. Бірақ ол жан, қаншама адам бойында жан болса да, қарас, ол жүрегінде Алла Тағаланы танымағаннан кейін ол өлі жан деп аталады екен. Құран келген кезде мына жанды тірілтті. Сондықтан Құранды рух деп атады. Осылайша біз саған рух еттік дейді, қарас. Құран жүрекке келген кезде адам басқаша қарай бастады. Сахабалар Дарул Арқамға кіргенде басқаша, ол Дарул Арқамнан шыққан кезде ол күнге басқаша қарайды. Ол Субханалла деп қарайды күнге. Ол баған олай қарамаған. Түсіндіңіз бе? Не деген керемет еді. Ол жұлдызға басқаша қарайды. Ол кешегі қарау жоқ оның бұрынғы. Күллі нәрсе жаңадан таныстырылып жатыр да оған. Күллі нәрсесі бүгін өйткені ол нәрселердің бәрі Алламен байланыстырылды да. Бұрын ол байланыстырылмады ғой Алла Тағаламен. Сондықтан ол құр жай нәрселер болған. Міне осылайша біз саған рухты уахи еттік, ей пайғамбар. Ма кунта тадри мал китабу вал иман. Сен білген жоқсың кітаптың не екенін. Қараңыз. Және сен білген жоқсың иманның не екенін. Көрдіңіз бе? Маида сүресінде айтады. Таңғаласы сөз тіркесі қалай келеді. Ва ма якфур бил имани дейді. Қараңыз, кімде-кім иманға кәпір болса дейді. Кімде-кім иманды мойындамаса, Аллаға деген жалғыз Аллаға деген сенімді мойындамаса, онда амалдары заяға кетіп қалды дейді. Енді оған ешқандай жәрдемші болмайды дейді. Және ол ақыретте зиянға ұшыраушылардан болады дейді. Сондықтан ла иляха иллаллах, құрметті жамаат,
пайғамбарымыз өте үлкен дәрежеде бұны сахабалардың жүректеріне егуді қалады. Бұл жай ғана бір сөз емес, кеше айтып отырып қой, тек қана бір мүсіннен тастанған ажырау деген нәрсе емес. Бұның ұлы нәрсе екендігін түсіндірді да. Өйткені қоғамда бұл лайықты жаңағы насихатталғанға дейін қоғамда адамның бойында Аллаға серік қосудың түрлі формалары болады, қалыптасып қалған. Түрлі формалар қалыптасады. Бәрін қоспалар деп атайды. Жүректегі, санадағы қоспалар деп атайды. Алла Тағала ол қоспаларды көргісі келмейді. Алла Тағала таза ла иляха илlallah дегенде таза өзінің ғана, көрдіңіз бе? Өзінің ғана хақсын көргісі келеді сіздің жүрегіңізде. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи өзіңіз ойлаңыз, сахабалар мысалы, жаңа пайғамбарымыз қасына келіп Дарул Арқамда отырса, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады, қабірге бармаңдар дейді. Сол кезде тігіп жатыр, қараңыз. Өйткені ол кездегі қабірге барса адам міндетті түрде ол сипау болады. Ол тек қана зиярат емес, барып зиярат, бір жерге барып жаңағыдай дұға тілеу деген нәрсе емес. Ол барса міндетті түрде бірдеңкені сипайды, міндетті түрде бірдеңкені іледі, бір нәрсені байлайды, бір нәрсені айналады. Ол кәдімгідей сондай қиын жағдайда болып жатқан нәрсе ғой. Сондықтан пайғамбарымыз қабірлерге, Айша анамыз айтады, қабірлерге барудан жаңағыдай тыйып қойды дейді. Әбден ана нәрсені пісіріп, тіпті аяқ киімінің бауына дейін Алладан сұра деп жүрген сол ғой пайғамбарымыз. Көрдің бе? Әбден тазарту. Яғни Алла Тағалаға серік қосу. Біз ана ширк деген сөзден шірк деген сөз жақын келеді, көрдіңіз бе? Ол өйткені бос нәрсе деп жатыр ол. Амалыңның күллі нәрсесі асты тозған құлайды деген сөз да ол. Сондықтан соның күллі түрінен тазарту деген нәрсе бірінші орынға қойылды Алланың хақысы. Қашан олар пайғамбарымыз олардан байқады, сосын айтты, енді қабірлерге бара беріңдер дейді. Зуру, зиярат қыла беріңдер, енді қабірлерге бара беріңдер, қабір сендерге өлімді еске салады дейді. Барып, сол жаққа барып, ләззаттарды талқандаушы өлімді еске алып қайтыңдар дейді. Мақсаттарды ретіне қойды. Көрдіңіз бе? Қабірге зиярат ету деген мақсатыңды реттеп берді, қойып берді. Міне. Күллі нәрсе өзінің орнына қойылып жатыр. Ата-анаңмен хақысы Дарул Арқамда туф демей деген қара. Ата-анаңмен хақыңды реттеп берді. Көршіңмен хақыңды реттеп берді. Мән кана юъмину биллахи ва бил яумил ахир. Кім-кім Аллаға және ақырет күніне иман келтірсе, фалюкрим дойфаху, үйіне келген қонағын құрметтесін. Вала юзи жараху. Кім Аллаға және ақырет күніне иман келтірсе, көршісіне ренжітпесін. Сахабалар күніге мәдениет кетіп жатыр ғой, өзі ба? Айтып отыр, Дарул Арқам деген нәрсе Құранды еститін жер емес. Ол жақтан тәрбие, тәлім алынып жатыр да, ол шыққан кезде ол мүлде басқа адам, ол мүлде басқа адам. Кешегендей емес. Ертең кірген кезде ол тағы басқаша адам болып шығады да. Күннен күнге пайғамбар саллаллаху алейхи Құран аятымен және ол кісінің қасында тәрбиелеудің өзі оларды күннен күнге өзгертіп жатты. Жалпы Аллах Тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи жіберген кезде мақсат, үш мақсатты баяндайды. Мысалы, мына жерден бастасақ, Бақара сүресінде Ибрахим алейхиссалам тілеген кезде Қағбаны көтеріп, Исмаил екеуі Қағбаны көтеріп жатқан кезде дұға тіледі ғой. Сол кезде олардың дұғасынан андай нәрсе болды. Роббана жаална муслимайни лака. Раббымыз мені және Исмаилды өзіңе мұсылман қылшы. Мұсылман деген сөздің өзіне дұрыс назар аудару керек біздің жамағат. Өйткені жалпы Құрандағы мұсылман деген сөз Аллаға серік қосудың абсолютті түрде кері қарауына. Абсолютті түрде кері қарауына. Міне осы нәрсені Құран муслим деп айтып жатқан сол. Көрдіңіз ғой, мұсылман деген нәрседе. Яғни серік қосу жоқ деген сөз, мүлде. Серік қоспайтын адам деген сөз, мұсылман деген сөз. Мұсылман деген сөздің бір-ақ сөзбен айтқанда мағынасы не дейтін болса, мысалы айтайық. Құрандағы күллі нәрсені жинақтап, жаңағы шатыстыра алмау үшін егер тек қана бойұсыну деп айтатын болсақ, ол жетіспейді ол мағына. Өйткені бойұсыну, көну деген мағыналарды қамтығанмен ең маңыздысы ішінде тұрған нәрсесі Аллаға серік қоспау. Көрдіңіз ғой. Сондықтан Алла Тағала Али-Имран сүресінде айтады: «Инна дина индаллахил ислам». Сөзсіз Алланың қасындағы шынайы дін ол ислам. Аллаға серік қоспайтын дін деп атырды. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. Айдан ол кітап иелері дейді, өздері серік қосып үйреніп қалғаннан кейін Аллаға, көрдіңіз ба? Серік қосып үйреніп қалғаннан кейін Мұхаммед пайғамбар келіп
ислам деген мынау ғой деп, Аллаға серік қоспау деп сөйлеген кезде, олар қайшылыққа түсіп, сенден бұрыла салды дейді былай қарай. Көрдіңіз ғой? Сол қоспалардың болмауы да. Бұл Алланың хақысы. Қиын жұмыс па бұл? Алла айтады, мен жараттым, мен саған ризықтандырып жатырмын, менен басқаны таста дейді. Тәңірлікте, құдайлықта, сыйынуда қиын жұмыс беріп отыр ма Алла Тағала? Тек осыны істеп берсеш, мен сенен ризық сұрап отқан жоқпын дейді. Міне, тек осыны қойып берші маған, мен сені алып шығамын дейді қияметте, болды. Өзінің хақысы ол. Көрдіңіз бе? Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға осы нәрселер жаңағы үйретілді, соны берді оларға. Жалпы тәлімнің, Дарул Арқамдағы тәлімнің мақсаты, құрметті жамағат, университетке, медресеге барғанда жалпы мақсаты болады. Жалпы мақсаты, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның медресесінің жалпы мақсаты үшеу. Жаңағы жерден бастайық. Ибрахим алейхиссалам сол дұға жасаған кезде былай деп дұға жасайды. Роббана бас фихим расулян. Раббым, оларға өз іштерінен ертең Меккені қағбаны салып отыр ғой, тұрғызып отыр. Өз іштерінен бір елшіні жіберші. Қараңыз. Ол қаншама ғасыр бар. Ол дұға жасалып отыр. Сол өз іштерінен осы жерде бір елшіні жіберші. Ятлу алейхим аятик. Ол елші келген кезде оларға сенің аяттарыңды оқысыншы. Міне, бірінші жалпы мақсат. Екінші, жаңағы вайюғаллимухумул китаба вал хикма. Оларға кітап пен даналықты үйретсінші. Үшіншісі, ваюзаккихим. Және олардың жандарын тәрбиелесінші. Жандарын тәрбиелесінші нешінші орында айтылды бұл жерде? Үшінші орында. Енді қараңыздар. Ол Ибрахимнен дұға жасаған кез. Енді Құранда Алла Тағала қашан пайғамбарды жібергені туралы айтылады. Жаңағы үшеуіне қазір екеуінің орны өзгереді. Пайғамбарымыз жіберілген кезде Алла Тағала мақсатты ретте қойды. Ибрахим жалпы осы үш мақсатты сұрады. Осы елшіні жіберші үш мақсатпен адамдарға осы үш нәрсені жүзеге асырсын. Аяттарын оқысын. Аяттар оқылған кезде біз ол аяттарды оқып, жазып, жаттай бастаймыз. Ол кісі оқиды бізге, біз оқимыз, жазамыз, жаттаймыз. Көрдіңіз бе? Одан кейін кітап пен сүннетті үйретші, Құранда не оқып отқанымызды түсінеміз. Бір жерге барып насихат айтамыз десе де, аятын жаңа қалай айтады, қай жерде қандай аят айтады дегендей нәрселер. Кітап пен хикметті үйретші дейді. Сүннетті, пайғамбарлардың сүннетін, біз сүннет деген ұғым бар ғой, пайғамбардың сүннеті деген нәрсе. Құранда Алла Тағала сүннетті сүннет деп атамаған. Сүннетті хикма деп атаған. Бұл мағынамен атап жүргенде. Неге? Өйткені мүмкін емес. Сен ұсынып отқан сүннетті хикметтің болмауы да. Пайғамбарымыздың әрбір ісі тамақ ішкенде бағана неге былай істеді? Көрдіңіз бе? Неге аяқ киімін кигенде оң жақтан киді? Неге кіргенде мына аяқпен кірді? Ана неге ана кісі тартқан кезде жымиды? Неге мына кісіге бәй маған қайда деген кезде жымиып бере салыңдаршы деді. Күллі нәрседе даналық. Өйткені ол кісі өз эмоциясымен істемейді. Күллісі Алла сүйгендіктен солай істеліп жатқан нәрсе. Түсінесіз бе? Пайғамбарымыз әрбір сүннетінде даналық бар да. Сондықтан сүннетті даналық деп атады Алла Тағала. Сосын үшіншісі юзаккихим, жандарын тазаласын, жандарын тәрбиелесінші деп сұрады. Енді Алла Тағала сол пайғамбарды жіберген кезде, Бақара жерінде айтады, аузу биллахи минаш шайтанир раджим, казалика арсална фикум расулян минкум. Осылайша біз сендерге өз іштеріңнен елшіні жіберіп те қойдық. Қараңыз, қаншама ғасырдан кейін болған сахабаларға айтып жатыр, мынаны мүъминдерге айтып жатыр. Осылайша міне біз сендердің араларыңа өз іштеріңнен елшіні жіберіп те қойдық дейді. Енді қараңыздар, ятлу алейкум аятина. Ол сендерге біздің аяттарымызды оқиды. Енді ауысқан жерін қараңыздар. Ваюзаккикум. Және сендердің жандарыңды тәрбиелейді. Ваюғаллимукумул китаба вал хикмата. Сендерге кітап пен даналықты үйретеді. Ваюғаллимукум ма лам такуну та'ламун. Сондай-ақ білмейтін нәрселерін үйретеді. Сонда қайсысы ауысып кетті? Үшінші, екінші орынға кетіп қалды. Жан тәрбиесі, сосын барып Құран мен сүннетті үйрету. Көрдіңіз бе? Үлкен мағына жатыр бұл жерде.
Ali Imran сүресінде айтады: "Лақад манналлаху алал муъминина из бa'аса фихим расулан мин анфусихим." Алла Тағала муъминдерді үлкен нығметке бөлеп жіберген, өз іштерінен елшіні жіберген кездерінде дейді. Ятлу алейхим аятина. Ол Алла Тағаланың аяттарын оларға оқиды, ва юзаккихим, және олардың жандарын тәрбиелейді, және кітаппен даналықты үйретеді дейді. Жұма сүресінде де сол тұр. Пайғамбар сасан жіберілгеннен Алла Тағала қаймақ екінші жаңағы жан тазалығын қай мақсатқа қойды? Екінші орынға қойды да. Яғни бірінші аяттарды оқиды пайғамбарымыз, сіз аят оқисыз, Құраннан аятыңызды оқисыз да, мынау аят арқылы жаныңды тазартасың. Содан кейін барып Құран, Сунна деген әңгімені айтасың. Егер де жан тазаланбаса, анау дұрыс болмай кетеді, орнымен болмай қалады. Мысалы мен бір мысалды келтірсек, мынау адам кейде өзіне бір дәлелді қатты алып қойған кезде, сол дәлелден ажырамай қалуы мүмкін екен өле кеткенше. Мысалы, бірақ ол дәлелді босата салса да болады ол жерде. Пайғамбарымыз салса, сүннетіне салатын болса. Мысалы айтайық, қиын жағдайлар сахабаларда, мысалы, мына Худайбия келісімі болған кезде, Худайбия келісімінде 10 жылға бейбітшілікке қол қойылады. Ар жақта жаңағы мүшриктер келіп, дінді ұқпайды, ақиқатты ұқпайды, мінез, эмоция, қазір бір нәркесін етсеге қойында деп кете салатын бір адамдар ғой әйтеуір. Пайғамбар өзінің адаммен адам болмайды. Сосын келісім шарт жасайды да. Келісім шартта олар өздерінің бір үстемдігінен жеңілмеген бір шарттар жасайды. Мысалы қандай деген кезде, егер де біздің тараптан біреу ертең Мединада ғой, пайғамбарымыз Мединада, олар Меккеде. Меккеден біреу иман келтіріп сендер жаққа өтіп кететін болса, бізге өткізіп бересің дейді. Қалай өткізіп бересің оны? Енді өзің сол орынға кіріп көріңіз. Мысалы, Меккеде біреу иман келтіріп деп пайғамбарымыз келді. Сен басында Меккеге қайт, қарағымды жібере саласың. Біз сондай келісім шарт деген нәрсе бар. Осы жерде адам жігіттері жаңағы өздерінің ұстазына, басшысында күмәнданып қалуы мүмкін. Сонда бисмиллахир-рахманир-рахим деген кезде Сухайли келіп айтады: Рахман, Рахим танымаймыз біз дейді. Қараңыз қалай сөйлейді. Бисмилля деп жаза берсеңіз дейді. Сахабалар енді Рахман-Рахим деген сахабалар жанын берген тұр олар бұл екі есімге. Осы екі есім өмір сүрсін, жазылсын, мен өліп қалайын деп тұр олар. Бірақ өшіру ол болмайды ол деген нәрсе. Сосын мен Мұхаммад ибн Абдулла деген жаңағы Расулы Мұхаммед Алланың елшісінен деген. Алланың елшісінен деген сөзді өшіріп тастады. Абдулланың баласымын деп жазды. Бізде сахабалар, Омар радиаллаху анху, соның бәрі Алланың тағдырында ғибрат үшін болып жатқан нәрсе ғой. Егер ол нәрсе болмаса, оқиға мына қазір мына оқиға болмаса, біз білмесе де қалай істеу керек екенбізді сондай жағдайларда. Бірақ бүгін бұл оқиға сол болса да, бізде көпшілігіміз өз бетімізше істеп жүрген түріміз де бар да. Сондықтан қателік көп болады. Мысалы қараңыз, Али айтады, мен өшіре алмаймын дейді. Пайғамбарымыз қатты алмайды. Қай жерде тұр көрсетші дейді да. Қолымды қойшы сол жерге дейді. Өшіреді. Пайғамбар сасан өшіріп отыр. Сол кезде дініне қатты болған адам, ол пайғамбар, ал енді оны бір жаңағыдай бір не істеп жатқан болса, бұл Алланың нұсқауымен істеп отыр ғой. Пайғамбарлар ұстазбен жаңағы тең емейміз бұл жерде. Өйткені ұстаз бір нәрседен қорқып істеуі мүмкін оны. Бірақ бұл Алланың әмірімен істеп отыр ғой. Алла Тағала өзі айтқандай, қоля инни Абдулла, жаңағы жасап жатқанда айтып отыр сахаба, мен Алланың құлымын. Ва расулуху, мен Алланың елшісімін. Лән ухалифа әмраху, мен ешқашан оның әміріне қайшы келмеймін дейді. Сосын жаңағы шартын айтады, егер сендер жақтан бізге біреу өтіп кетсе, мұсылман қайтарып береміз дейді. Омар деген әншіді көтере алмайды. Қалай Алланың елшісі? Қалай бұл? Бұл дұрыс, бұл Аллаға деген махаббат, бұл дінге деген махаббат, бұл деген принциптен таймау деген нәрсе, бұл дұрыс. Бірақ елші істеп жатқанда, яғни сүннет істеп жатқан кезде, адам сене білетін күште болу керек та. Сенем пайғамбарға, сенем бұл дұрыс істеп жатыр, ол дұрыс істеп жатыр, мен ғой түсіне алмай тұрған деген нәрсе болу керек. Көрдіңіз ба? Пайғамбарымыз бәрібір өзінікін істейді дейді. Біраз уақыттан кейін Омар айтады: Валлахи дейді, Алламен ант етемін дейді, мәзилту асуму ва атасаддақу ва уатиқу.
мен әлі күнге дейін дейді, сол кейін айтып отыр ғой, әлі күнге дейін ораза ұстай беруімді, садақа беруімді, құл азат етсем, бір құл сатып алсам азат етіп жіберемін. Осыны мен әлі күнге дейін доғармай келе жатырмын дейді. Махофатан аля жаңағы мақолати фи яумаизин, сол күні пайғамбарымыздың алдында сөйлеп жүрген сөзімнен қорқып дейді. Түсіндіңіз ба? Сондықтан мысалы Бухариде халықпен санасу деген нәрсе бар. Халық түсінбейтін кезде ол сен оған батырлық деген нәрсе көрсетпе. Не? Түсінбейтін жағдай болады адамның. Мысалы, мынандай нәрсені қараңыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Айша анамызбен отырған кезде Айша анамыз Аллахтың елшісі Қағбаның қасындағы дуал. Қағбаның қасындағы дуал. Сол Қағбадан ба? Жоқ, Қағбадан бөлек нәрсе ме? Біз мына төрт бұрышты Қағбаның өзі бер жағында тұрған төрт бұрыштысының өзінен тауафты неге жасай салмаймыз? Неге мына дуалды қоса айналамыз дейді. Тауафтың кезінде. Пайғамбар саллаллаху айтады, ол Қағбаның бір бөлігі дейді. Ибрахим әкең салған кезінде Исмаил екеуі. Оның соңғы екі қабырғасы сол жақта тұрған дейді. Дуалдың қасында. Көрдіңіз бе? Кезінде сенің қауымыңның нафақасы жетпей, сол жеткен жерінен көтере саған еді дейді. Сөйтіп ол сыртта қалып қойды дейді. Ол Қағбаның бір бөлігі дейді. Көрдіңіз бе? Сондықтан оның сыртынан айналады. Айша анамызды қараңыз. Хасан мен Сахих деген ұғым болады. Бір жерде Хасан хадис, бір жерде Сахих хадис дегендей. Түсінді. Адам өзін түсініп жүрді, мынау Сахих мен мынау Хасан, Сахихты аламын, Хасанды алмаймын дегендей нәрселер болып жүреді ғой. Сол кезде пайғамбар саллаллаху алейхи көрсетіп отыр мына жерде. Хасан бетінде қалдыра салайық дейді. Бұл жерге Сахих жоқ дейді. Оны дәлелін қараңыз, қандай нәрсе? Қағбаны жаңағы Айша анамыз айтады, біз сияқты ыстық, ықылас, Аллахтың елшісі, мына Қағбаны қайта бұзып, қайта сала салмайсыз ба? Ибрахим атаңыз салғандай. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады, мен бұл Қағбаны бұзып қайта сала салар едім дейді. Мен тіпті есігін сөз салар едім дейді. Қараңыз. Мен оның екі есігін жасап қояр едім дейді. Бухариде жүр осы хадис мысалы. Мысалы қараңыз. Екі есік жасап адамдар кіре беретін дейді, қалар едім дейді. Міне. Қағбаны мүлде доступный қылатын едім дейді құлға. Мұсылмандарға. Көрдіңіз бе? Қазіргі күйдегі емес. Міне, осыны мен істер едім дейді да. Бірақ менің қорқытып тұрған нәрсе. Халқың енді ғана кіріп отыр ғой дінге дейді. Бұл кешегі жаңадан Мекке ашылған кезде кіріп отқан адамдардың көбісі құрметті жамағат. Ол кірген кезде бұл кеше ана Бадыр шайқасы, Ухуд шайқасы болып жатқан кездерде егер Мұхаммед жеңсе кіреміз. Жеңілсе, онда осы күйімізде жүре береміз деген адамдар көп болған. Мекке ашылған кезде топырлаған адамдар кіріп жатқан кезде, оның ішінде ықыласпен кіріп жатқандар да бар, оның ішінде Мұхаммед үстем болғандықтан кіріп жатқандар бар. Бірақ пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям да сахабалар ешкімнің жүрегін тексермеген. Ешкімнің жүрегіне кім олар бұйырылмаған. Келіп жатқан адамның бәрін құшақтап қарсы алып кіргізе берген да. Бірақ пайғамбарымыз айтып отыр, мына қауымының күпірліктен енді ғана бет алып бері қарай бастағаннан қорықпағанымда дейді, Қағбаны бұзып қайтадан салады едім дейді. Өйткені пайғамбар үшін Қағбаны бұзып қайтадан Ибрахимнің бейнесін, жаңағы туғызған бейнесінде салуы, ол онда тұрған ештеңке жоқ. Ал олардың түсінігінде Қағбаны қастерлеу деген Қағбаға тиісуге болмайды. Кім тиіссе, сенің бүкіл еңбегің кеше анау 20 жылдан бері Дарул Арқамыңнан бастап Ухуд, Бадрыңмен дейін түгел салайын деп тұрған адамдар бар да. Өйткені ол Алланы сен сияқты қастерлемейді. Ол жақын нәрсемен көреді, ближниймен көреді. Бізде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ближниймен, дальниймен көруге шақырып жатыр мына жерде. Біз жаңағы ближниймен көргеннен кейін біз түсінбей қалдық. Неге ол Рахман Рахимде жүріп жатыр? Біз ближнийде тұрмыз да. Өйткені мен исламды тек өзім дегендей ойлап тұрған нәрсе шығар. Ол пайғамбарымыз анау қияметке дейін ойлап тұр бұл исламның жағдайын. Жаңа Дарул Арқамның ішіне кіріп жатқан нәрсеге бұл параллель. Дарул Арқамның ішінде ғана сақтап пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларға ақырын жүріңдер. Түнгі уақытта жаңа келетін жігіттерге айтады, түнгі уақытта Дарул Арқамға келіп Құран естіп беріңіз үшін келген кездерінде үйлеріңде күллі адамдар ұйықтап, сосын айтып саусағыңмен ұшымен кел дейді Дарул Арқамға. Қара қалай оқылған Құранды, сосын олар үйлерінде өтірік ұйықтаған сияқты боламыз дейді. Мысалы жаңа Хаббаб ибн Арт нелер
жеткізетіндер барып алып сосын жеткізіп отыратындар да Меккеге келіп. Сонда барады да біз саусақта ұйықтаймыз, бәрі ұйықтап жатқан кезде біз ұйықтағандай сыңай танытамыз. Олар ұйықтап қалғаннан кейін ақырын тұрамыз да көрпеміздің астына бірдеңкені қойып саусақтың ұшымен барып Дарул-Арқамға барып пайғамбарымыздан уахиді естіп, сөйтіп тапсырманы алып қайтып келеміз да, сөйтіп көрпенің астына жата қаламыз да, сосын олармен бірге тұра салатын едік дейді. Сонда бұлар ұйықтамайды да ғой. Неге? Өйткені сен ұйықтасаң, онда қай уақытта аласың о Құранды о жақтан? Оны сөйтіп таңертең қайтып жеткізесің, алып үлгермесең. Сондықтан бұл жігіттерді Ата-Алла құрметті жамағат, Ата-Алла ерекше жігіттерді таңдаған. Сондықтан біз кеше жаңағыдай осындайлардың жаңағыдай мысалы үлгі тұту деген нәрседе осы нәрселерді ескеру керекпіз. Сондықтан жаңағы Қағба туралы айтылған хадисті Бухари рахимахулла өзінің жаңағы тарауына қарасаңыз, тарауы былай. Мысалы мына жерде хадисті келтірсе ол кісі, хадистің тақырыбы жазылып тұрады үстінде. Сонда тақырыбын айтады. Өзің үшін таңдаулы болып тұрған пікірді, хадисте алған бір пікірді тастай салу дейді. Атқарусыз қалдыру. Махофатан, қаназара, қосри фахми багдин наси. Кейбір адамдардың ақылы оған жетпейтіннен қорқып. Сөйтіп егер сен оны тастамасаң, онда одан да жаман халге ұшырап кетуі мүмкін деген тақырып тұр. Қарыз ба? Осындай нәрселер Муслимде мысалы Ибн Масуд айтады: "Ма анта би мухаддисин хадисен қаумаху." Сен қашанда бір адамдарға келіп бір хадисте сөйлейтін болсаң дейді. Лам таблуху уқулухум. Сосын ол адамдардың ақылы түсінігі оған жетпесе дейді сен айтып тұрған хадиске. Илля такуну фитнатан ли бa'дихим. Олардың кейбіреуіне бүлік әкеледі дейді. Бүлік тыныштық кетеді ғой білім жолында. Бүлік кетеді да. Бүлік әкеледі дейді, ол болды. Сол себептен Омарды қараңыз. Жаңағы сақталған Омар не істеп жатыр? Халифа болған кезінде Иракқа Абу Мусаны жаңағы Ибн Масудтарды жіберген кезде қараңыз қандай нәрсе айтып отыр. Сендер баратын жердегі адамдар мына Хижаздағы адамдар сияқты емес дейді. Ол жаққа барған кезде олардың Құранды оқып отыратындарын көресіңдер дейді мешітте. Яғни көбінесе адамдар Құран жаттап, Құранды оқып, аралардың сылындай мешіттегі дауысты естисіңдер дейді барған кезде. Өйткені ол жақта ислам тарап жасалып жатыр ғой. Абу Муса мен Ибн Масудтарды жіберіп жатыр көмекке. Үйретіңдер деп. Сонда айтады ғой. Қажетті хадистерді ғана айтпағанда, хадисті көп сөйлемеңдер дейді. Түсіндіңіз бе? Сахабалардың ерекшелігі құрметті жамағат. Мына жерде бір не болса қазір ақпарақ. Сахабаларға пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям осы уақитты үйретіп жатқаннан кейін, жаңағы Аллаға серік қосу деген нәрселер алып тасталғаннан кейін, сахабалардың күллі жан дүниесі мен санасы ойлауына дейін мынандай аппақ парақ. Нахну умматун уммия дегені пайғамбарымыз бізде көп хат тани бермейтін үмбетпіз ғой деген. Түсінсіз бе? Мына аппақ парақ. Аят келеді қонады, көрдіңіз бе? Ал басқа елдегілер, Ирактағылар, Ирандағылар, жаңа Омар жіберіп отқан, олар жұлдызданған адамдар олар. Қадисияны ашқан кезде, Омар радиаллаху анху Сасания мемлекеті құлаған кезде, медициналық жолға қажетті пайдаланылған батарейлер тауып алған. Сол кезде батарей деген бар ғой, тоқпен емдейтін. Сол батарейлер табылған. Сол жылда өзіңіз ойлаңыз. Ол қандай ел болған? Ол оқыған, тоқыған, ол адамдардың сұрағы көп болады. Сондықтан оларға түсіне алмайтын хадис кетсе, бітірдің дей бер, күллі ислам сол жерде. Сондықтан Омар айтып отыр, айта берме дейді ол нәрселерді. Сен білем деп айта бермесе, сахих деп айта берме дейді оны. Сондықтан бұл исламның ең басты нәрсе, пайғамбарымыздың қалаған нәрсесі мұсылмандардан құрметті жамағат. Сол кезде Дарул-Арқамға кіргізіп отырып, ұстап отыруы, ешкім өз бетінше әрекет жасамауы, мұсылмандарды қате әрекеттен, қате пікірден сақтау. Қате пікірден, қате әрекеттен сақтау. Өйткені бағана Сағат ибн Уақас мысалы ұрып қалды біреуді. Ертең ол нәрсені пайғамбар жүзетіп отырып қайтара не дейміз, ол тағы біреу тұрады да, сол бітті ар жағында. Сондықтан Алла Тағала бұны даналықпен бастаған бұл дінді. Дарул-Арқамда олар осы нәрселерді оқып атты. Күллі нәрсені үйреніп атты да. Сөйтіп, осындай болып атқан кездерінде Дарул-Арқамда Музаммил сүресі түсіреді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға.
Сөйтіп Музаммил сүресіне бір назар аударайық, құрметті жамағат. Мына кешегі Муддассир сүресіне қарасаңыздар, о жақта Алла Тағала не деді? Аузубиллахи минаш шайтанир ражим, бисмиллахир-рахманир-рахим. Әйюхал муддассир, ей бүркенуші, тұр да ескерт. Яғни халықтың алдындағы міндетің да. Халыққа барып Алланың жолдауын жеткіз. Енді ол халыққа барып Алланың жолдауын жеткізетін кезіңізде, құрметті жамағат, ол халық бетіңе түкіріп жіберсе ше, сен сол жерде бітуі мүмкінсің. Сол жерде бітуі мүмкін, сен бүкіл еркектігінде шаруаңда барлығы да. Ол түкіріп жіберген кезде сіз таусылмайтын адам болып тұру керексіз. Таусылмайтын, Раббым, кешірші, қауымым білмейді ғой деп та. Біреуге жынды дейді, ол пайғамбарымыздың өмірі оңай болған жоқ, құрметті жамағат. Ол арып бүйтіп жүрген кезде артынан барып біреудің итеріп кетуі, анау Абу Лахабтың барып жолына тікенектер төсеп жүруі, әйел екеуі мысалы. Қайта барып, ана Абу Лахаб деген артында еріп жүрген кәдімгі базарда бүкіл жерде өзіне жұмыс тауып алған ол. Қараңыз, жұмысы қандай? Мұхаммед таңертең үйден шыққан кезде саласырым артынан қоса шығады. Сөйтіп ол, ей адамдар деп сөйлей бастағанда, тыңдамаңдар, бұл жынды, мен туысқанымын, мен жақсырақ білемін ғой. Сіз ойлаңыз ол сөз. Сен қандай сабыр ете аласың ол сөзге? Сөзіңді үзіп жібереді сол жерден да. Адамдар тарап қашып кетеді. Не істей аласың? Сен ойла, сенде психикаң, сенде қандай дін қалай келген? Бұл дін қалай келген? И сен бүгін не істеп жүрсің ол дінмен? Осы нәрсені ойлану керек. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жаңа адамдарға шығатын кезде ол таусылып қалмайтындай, ол керісінше түсіне білетіндей, наданмен надан болмайтындай. Көрдіңіз ба? Оған қуат керек, рухани қуат керек. Қайдан алады ол рухани қуатты? Алла Тағала айтады, ол рухани қуатты мен саған мына жақтан беремін дейді да, Музаммилді түсіреді. Соны назар аударайық аяттарына. Сол кезде Алла Тағаланың қалауымен осы сүре түскен екен міне. Алғашқы аяттарына оқимыз. Аузубиллахи минаш шайтанир ражим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Я айюхал музаммил. Ей көрпеге бүркеніп жатқан. Түнде ұйықтап жатыр пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Сенің түнің, кеше мысалы, сенің күнің адамдардың күнінде емес, сен тұрып Алла үшін қызмет жасау керексің десе, мына жерде сенің түнің адамдардың күнінде емес, сенің түнің мындай болады дейді. Сөйтіп түн ішінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға осы бұйрық келіп, қум, тұр ей пайғамбар. Нені? Әл-лейла, түнде тұр, түнде ұйықтама дейді. Қаншасын? Илля қолила, азғантай ғана уақытын айтпағанда, көп бөлігін бер дейді маған. Мен саған құю керекпін дейді нұрды. А мен саған құю үшін сен тұрып сұрау керексің дейді соны. Сөйтіп сол құйылғаннан кейін сен ертең таңертең далаға шыққанда сенде мықты күш болады. Сен бүкіл нәрсені көтере алатын боласың. Ал егер бұл күш болмаса, сен сынасың. Міне. Қараңыз, далада көбінесе шыдамайды себебіміз адамдардан. Өйткені бізде байланыс, біз түнде Алладан қия алмай жатырмыз, өзімізге ештеңе алмай жатқаннан кейін таңертең біз сынақтарға шыдамаймыз. Таңертең бірінші шығып бара жатқан кезде біреу су шашып кетуі мүмкін. Вот сол кезде қалай болады ол? Өзіңіз ойлаңыз. Әр нәрсе сынақ өмірде. Автобуста қыстырылып қалсаң, пробка болып қалған кездің өзінде, мына пробка деп тұрсаң, сенде ештеңе жоқ, қиылған деген сөз ол. Сенде ешнәрсе қиылмаған бізге. Сондықтан біз жаңағыдай не істеп жатырмыз, эмоциямыз кетіп жатыр ана жерде. Міне бір пробканы ай, ол сен сөйтіп сөйлегенмен ол өзгеріп кетпейді ғой ол. Көрдіңіз ба? Сондықтан сен дайын болу керексің кез келген ситуацияға. Міне қараңыздаршы, қандай әдемі нәрсені Алла Тағала үйретіп жатыр. Енді жүрегі Алла деп тұрған пайғамбар кеше айттық қой, махаббат, ба? Алладан басқа нәрсе қазір қызықтырмайды дедік қой. Сол Алласы сөйлеп жатыр ғой міне. Ананы одан сайын пісіру үшін ана жүректі да. Ей бүркенуші, түнде тұр. Азғантай бөлігін ғана айтпағанда, түнде тұр намазға, дұғаға, зікірге. Міне. Қаншасын тұру керекпін? Нисфаху, жартысын. Мысалы, түнгі уақыт 9 сағат болса, құрметті жамағат. Егер түн 9 сағат қамыса, бұның жартысы қанша болады? 4,5 сағат дейік. Сонда қараңыз, Алла Тағала кәдімгідей 4,5 сағатын тұр дейді. 4,5 сағат сен өзіңе түсіп жатқан Құрандарды оқисың, Фатиханы оқисың бағанағы, сәжде жасайсың, рукуғ жасайсың. Сахабалар түсіндірген кезде, құрметті жамағат, пайғамбарымыз дейді, түнгі намаз оқыса дейді, ол рукуғта, қиямда қанша тұрса, рукуғта сонша тұрғанын көрдім дейді оны. Осындай нәрсені көрдіңіздер ме мысалы?
ол рукухта қиямда құранды қанша оқыса дейді, ол белін бүккен кезде рукухта нәпіл намазда түнгі оның рукухта сонша тұрғанын көрдім дейді. Сосын рукухтан көтеріп сәждеге кеткенде сәждеде сол қиямы қандай ұзақ болса сәждесі сондай ұзақ болған дейді. Қараңыз, бұл не деген жүрек бұл? Қараңыз, көрдіңіз ба? Сондықтан ол қазір жаңа қиямда ол жарты сағат тұрса, ол жарты сағат рукухта тұрды, 1 сағат кетті деген сөз. Одан кейін 2 сәждесіне 30 минуттан қос ол, көрді? Оның бір ғана рәкағатына 2 сағат кетті деген сөз. Ол пайғамбар саллаллаху түнгі намаздары деген нәрсе, 8 рәкағат деген нәрсе бар ғой. 8 рәкағат оқыған деген, 11 рәкағат жа өтірмен қосқанда. Ол 8 рәкағат деген, осы 8 рәкағат қой ол. Көрді? Ол 4,5 сағат тұратын намазды айтады. Соқтан Омар радиаллаху анху бұны біз бұндай нәрсені істей алмаймыз, кейін қауым болған жарамайды үмбет. Біз жаңағы қиямын емес, рәкағатын көбейтейік деп ауыстырған Омар радиаллаху анху. Сөйтіп ана мысалы тарауих деген бейнеде ғана танылып жүр ғой ол қазір. 20 рәкағат деген нәрсе. Ол пайғамбарымыз оны 8 рәкағат оқығанда, ол осылай оқыған оны. Ол түн 9 сағат, 4,5 сағат намаз отыратын. Ар жағын қараңыз. Ауын құсминху қолилі, не одан сәл кембіт дейді. Яғни бұл 3/1 деп түсіндіреді ғұламалар. 3/1 дегеніміз 9 сағат, 3 сағат. Қараңыз, жартысын тұр, 4,5 сағат тұр, немесе 3 сағат тұр. Енді бізде 3-тен тағы азырақ болам екен деген, арқарай кеміп баратқаннан тағы да бір кемейтсе деп ойлаймыз ғой. Қарасаңыз, алтаға жол бермейді екен да. Ау, немесе қос дейді, кеміп демейді арқарай. Ау зида алейхи, немесе қос оған деген 3-тен 2 деп түсіндіреді ғұламалар. Бұл деген сөз 6 сағат. 4 сағатын тұр, не 3 сағатын тұр, 4,5 сағат, не 3 сағаты, не 6 сағат. Саған қиямыз деп отыр ғой. Сол тұрған кезде «Вараттилил Құр'ана тәртилі» саған Құранның аяттарын түсіріп атырық. Сол өзіңе түсіріп атқан Құранның аяттарын сол тұрған кезінде, намазға тұрған кезінде мәнерлеп оқы дейді. Сахабалардың түсіндіру бойынша «Альхамдулиллахи Роббил Алемин» деп сен өзің үшін алдамен тұрсың ғой. Көрдіңіз ба? Соны бізде көбінесе жаңа біреуге жаңағыдай имам болған кезде созамыз да, өзіміз оқығанда тез-тез оқимыз ғой. Сондай нәрселер бар. Сондықтан сен жалғыз тұрғанда мәнерлеп оқуды үйрен дейді. Сол кезде біреуге имам болған кезінде сенікі дұрыс болып шығады. Тең-бетең түсесің онда. Сондықтан осы нәрсе бәрі тәрбиелеу ғой. Мына ішті толығымен Аллаға шын қылу, шынайы қылу. Бұл мақсат Алла тағаланың құлды тәрбиелеуде, құлды тазалау жанын. Көрдіңіз ба? Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху сен түнде сол жартысын немесе 3/1 бөлігін, немесе 3/2 бөлігін тұрда, сосын сол тұрған кезінде Құранды мәнерлеп оқы дейді. Мысалы, мәнерлеп оқыған кезде де жаңағыдай қарасаңыз, Инфитор сүресін алатын болсаңыз, пайғамбарымызға түсіп жатыр сол кезде мысалы аяттар. Изас-самаун фатарат, аспан жарылған кезде, мысалы, жұлдыздар шашылып құлаған кезде, қияметтің бағасын несін беді. Вайзал бихару фуджират, теңіздер, мұхиттар жарылған кезде. Вайзал қубуру буасират, қабірлер қопарылған кезде. Алимат нафсумма қаттамат уахарат. Сол күні ғана адам біледі, нені ілгері жібергеніне ақыретке, жақсылық па жамандық па, нені кешіктіргеніне ақыретке. Қараңыз, ана аяттың қасында пайғамбарымыз тұрады, сосын сахабалар айтқандай жылайды дейді. Жәннат туралы айтылса соны сұрап тұрады дейді мысалы. Нәпілде түнгі намазда. Жәннат туралы, тозақ туралы айтса сыйынады дейді. Бұл адам жұмыс істеп отыр Құранмен. Оның киносы сол да. Бізге бүгін кинолар деген нәрсе. Оның қараңыз, олардың аншақтан Мұсаның тарихын алып келеді. Ана теңіздің жарылғаны, өзіңіз айтқандай 2 таудай болды дегендей. Ол күллі нәрселер, оның күллі келетін нәрсесі. Бүгінгі күні кинолар, андай мұндай нәрселер ешқайсы бере алмайды ондай эффектті. Пайғамбарымызға Құран берген дейді. Сахабаларға да кетті осы эффект. Көрдіңіз бе? Олар тұрады өстіп. Пайғамбар, Алланың елшісі оқып жатыр. Я юхал инсану ма ғаррака би роббикал карим. Мысалы, ей адам баласы, не сені менен алдап кеткен? Қараңыз. Не сені сонша менің тұрған деп отыр да.
Әлләзи халақака фасауака фағадалак. Ол еді ғой сені жаратқан, сені түзеген, сені адам қылған. Ва инна алейкум лахафизин. Сөйтіп ақиданың келесі тақырыбы ашылады, иманның. Сөзсіз сендердің үстілеріңде амалдарыңды жазып сақтап жүрген періштелер бар. Кираман катибин. Олар еш нәрсені артық жазбайтын ардақты жазушыларым ғой дейді менің. Қараңыз. Яғламуна ма тафалун. Сендердің не істеп жатқандарыңды біледі дейді. Қараңыз, иманның келесі тақырыбы өтті. Періштелер, жазатын періштелер. Міне сахабаның жүректері күннен күнге қандай өзгерістерге әкеп жатты. Алла Тағала аяттар арқылы өзінің білімін таныстырып жатты. Мысалы жаңағы Қоф сүресіне қарасаңыздар, «Валқада халақнал инсана», сөзсіз біз адамды жараттық. «Ва нағламу ма туасвису бихи нафсуху», және біз адамға оның жанының, нәпсісінің не сыбырлап жатқанын білеміз дейді. Бір нәрсеге қарай қара деп жатқан кезде, бір нәрсеге қарай алып ал деп жатқан кезде, біз білеміз дейді нәпсісінің не сыбырлап жатқанын. Қараңыз, сахабалар қалай тәрбие кетіп жатыр жан тазалығы. Субханалла, Алла бәрін біледі екен ғой, бәрін көреді. Сосын атал одан сайын түседі, жақындатады да. «Ва нахну ақрабу илейхи мин хаблил варид». Сөзсіз біз адамға ана күре тамырынан да жақынбыз дейді. Сен қалап үлгермейсің, біз қалап қаламыз дейді Алла Тағала. Көрдіңіз ба? Қалай біз алып кете саламыз, сен қалап үлгере алмай да қаласың дейді. Тамырыңнан да, күре тамырыңнан да жақынбыз дейді біз. Сосын мына нәрселерді айтады. «Ва из яталаққияни әл-муталаққияни». Ана екі қабылдаушымыз қабылдап жатыр ғой дейді. Қараңыз, екі періштені айтып жатыр да. «Анил ямини», біреуі оң жақта, біреуі сол жақта, қоғид, екеуі отыр дейді баяғыдан, сен балиғатқа толғаннан. Жазып жатыр. «Ма ялфизу мин қаулин». Адам аузынан бір сөз шығарса болғанда, «Илля ләдейхи рақибун атид». Алдында әзір тұрған бақылаушымыз бар. Таза қоятын дейді. Міне өмір қалай таныстырылып отыр оларға. Сосын өлімді таныстырады. «Ваджаат сакратул маути бил хаққи». Сөзсіз өлімнің мастығы саған ақиқатымен келеді дейді. Ақиқат деген нәрсесі құрметті жамағат. Әрбір нәрсенің өзінің ақиқаты бар. Біз қазір білеміз, өлім келеді бізге деген нәрсе. Бірақ біз оның қалай келетіндігін білмейміз. Мысалы, мына жерде резеткада тоқ тұрса, біз білеміз, мына жерде тоқ өтіп жатыр. Егер оған қазір сымды тиісіп қалса, ұрып жіберетінін біз білеміз. Бірақ біз қалай ұратынын білмейміз, тоқты сымды тығып көрмейінше. Әр нәрсе сол өлім ақиқатымен келеді. «Залика ма кунта минху тахид». Есіңде ме сен осы ажалдан қашып жүрген едің ғой деп. Не бүгін қаша алмай жатсың сен деген нәрселер. Аяттар қалай жүректермен сөйлескен да. «Ва нуфиху фис-сури», ол бер жағы ғой дейді Алла Тағала. Ертең сұрға үрленеді дейді. Қияметке деген иман. Құранның күнде қайталанып осындай аяттар түсіп жатыр. Ертең сұрға үрленеді. «Залика яумул вағид», ол сендерге ескертілген күн. «Ваджаат куллу нафсин маха саиқун ва шахид». Әрбір жан ол күні, әрбір сахаба өзін ойлап жатыр, әрбір мұсылман қараңыз. Әрбір жан ол күні келеді. Оның қасында оны айтап келетін періште болады дейді қабірінен. Және екі куәгер періштесі болады. Амалдары жазылған, Раббымыз кітабы дайын деп. Ойлаңызшы, қандай сотқа баратыр да. «Лақад кунта фи ғафлатин ма хаза» деп айтылады оған махшарға келгенде. Міне сен мына нәрседен ұйқыда ғафлетте едің, өтірікке санаған едің сен мынаның бәрін. «Факашафна анка ғитоака». Міне бүгін пердеңді аштық дейді. Махшарды нақты көріп тұрсың. Әне тозақ мысалы деген нәрселер. «Фабасарука л-яума хадид». Көзің не деген өткіреді бүгін дейді.